Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай керемет тура KFC-дағыдай крылышки дайындайтын боламыз. Өзі түрі айтып тұр, қандай дәмді әрі қытырлақ екенін балаларыңызға бере аласыз, өйткені құрамда ешқандай қоспа жоқ. Мұны менің жолдасым дайындайды. Алдымен тауық қанаттарының ұшын алып тастаймыз да екі бөлікке бөлеміз. Алдағы жаңа рецепттерді жіберіп алмау үшін каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Және де рецепттерім ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Тауық қанаттарын бөліп болған соң, маринадын дайындаймыз. Ол үшін басқа бір ыдысқа сарымсақты бірнеше бөлікке бөлеміз. Паприка, прованские травы, тұз саламыз. Өзіңізге ұнайтын приправаны қолдансаңыз болады. Ол тек өз қалауыңызда. Және де осы жерде қара бұрыш және қызыл бұрыш салуды ұмытпаңыз. Біз балаларға дайындағандықтан оны салмадық. Және үстіне су қойып, жақсылап араластырамыз бір келкі болғанша. Дайын болған маринадымызға тауық қанаттарын саламыз. Және де бетін пищевой пленкамен немесе бір ыдыспен жауып бірнеше сағатқа қойып қоюымыз керек. Кемінде 2 сағат тұруы қажет. Сыртында қытырлап тұратын корочкасы болу үшін заливкамызбен оны аунататын ұнды дайындаймыз. Оның үстіне маринад жасауға қосылған барлық приправаларды саламыз, яғни ол паприка, прованские травы, тұз және бұрышты. Сосын бір келкі болғанша қасықпен араластырып аламыз. Оның жартысын басқа ыдысқа салып, заливкасын дайындаймыз. Ол үшін үстіне 2 жұмыртқаны шағып саламыз. Сосын кішкене су құямыз да бір келкі түйіршіксіз масса болғанша жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыз өте керемет болады. Маринадталған тауық қанаттарын шығарып аламыз да сүзіп алып, жаңағы заливкамыздың үстіне саламыз. Сосын заливкадан алып, оның үстіне аунатып аламыз. Тауық қанаттары осындай түйіршік болуы қажет. Шұңғыл ыдыста көп мөлшерлі майда пісіріп алуымыз қажет. Майымыз қызып тұруы керек. Қызып тұрған майдың үстіне салып 9 минут шамасында пісіріп аламыз, яғни қызарғанша. Міне осындай қытырлаған қып-қызыл крылышки дайын болады. Астарыңыз дәмді болсын.